Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Мадина, дәмді тағамдар каналы. Құйрық майды маринадтап тұздап алатын боламыз. Құйрық майдан дайындалатын тағамдардың түрлері өте көп. Манты, плов, сонымен қатар тәттілердің өзін осы қойдың құйрық майымен дайындауға болады екен. Енді бүгін біз осы құйрық майды маринадтап тұздап алатын боламыз. Ол үшін бізге құйрық май қажет болады. Құйрық майды таңдағанда жас малдыкін таңдасаңыздар тіптен жақсы болады. Жас малдың құйрық майы сіңімді болып келеді. Ең алдымен құйрық майды тазалап жуып аламыз. Артық бездері болса алып тастаймыз. Құйрық майды осындай кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Құйрық майда көп кездеспейтін май қышқылдары, сонымен қатар цинк пен мыс, магний, калий кездеседі екен. Сондықтан да терінің және шаштың жалпы жағдайын жақсартады екен. Сонымен қатар жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаңағы құрамында магний болғандықтан жүректің де жұмысын қалпына келтіреді екен. Дәл осы рецептпен дайындап алып, күнделікті тұтынып жүрсеңіздер ауырмайсыздар. Әсіресе қыста суық күндерінде таптырмайды десек те болады. Бөліктерге бөліп алған құйрық майға 1,5 ас қасық тұзды толығымен жағып шығамыз. Құйрық майларымды тұздап алғаннан кейін осылайынша өлшеп алдым. Менде барлығы 680 грамм құйрық май болды. Енді мариновкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жарты шай қасық қара бұрыш, 2 шай қасық паприка немесе копченый паприка қолдансаңыздар болады. Тіптен керемет болып шығады дәмі. Және 1 шай қасық қызыл чили бұрышы ащы. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және бір бас сарымсағымызды аршып тазалап алатын боламыз. Тазалап дайындап алған сарымсағымызды үккіштен өткізіп аламыз. Жаңағы дайындап қойған дәмдеуіштермен біріктіріп сарымсақты араластырып аламыз. Дайындап алған мариновкамызды осы бөлме температурасында тұрған тұздап қойған құйрық майларымызға жағып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп, барлық шеттеріне қалдырмастан толығымен жағамыз. Қойдың құйрық майының басқа малдың майларымен салыстырғанда құрамында холестерин өте аз кездеседі. Және ішінде минералдар мен витаминдері өте бай болғандықтан осы құйрық май бізде өте танымал астардың бірі болып саналады. Сондықтан да міндетті түрде өз ас мәзірлеріңізге осы тағамды қосып алсаңыздар тіптен керемет болады. Мен маринадын толығымен жағып алдым. Мариновкасын жағып алғаннан кейін пищевой пленкаға орап, бөлме температурасында немесе тоңазытқышта 7-8 сағатқа қалдырып қоятын боламыз. Пищевая пленканы дәл видеодағыдай етіп, бірнеше қабат етіп орап аламыз. Құйрық майларымызды қазанда немесе кастрөлде салқын су құйып, осылай қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін барып,
45 минут пен 1 сағаттың арасында пісіріп алатын боламыз. Дайын құйрық майды бөлме температурасында толығымен суытып аламыз. Суыған құйрық май осындай қатты күйге қайтадан енетін болады. Осы құйрық майларымызды енді турап қолдана берсек болады. Өте дәмді болып шығады, жасалу жолы да өте оңай. Сіздер де дайындап көріңіздер. Дайындап көріп, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.